Марис Бейли мен Мэрилин Бейли 1963 жылы үйленіп, 9 жыл бойы жиған терген қаражатын жинап, үйлерін сатып, 1972 жылы үлкен қайық сатып алады. Армандары қайықпен дүние жүзін аралап, Англиядан Жаңа Зеландияға жету еді. Жаңа Зеландияда жаңа өмір бастаймыз деген жоспарлары да жоқ емес. 1972 жылдың жазында ерлі-зайыпты Бейли Англияның Саутгемптон қаласынан Атлант мұхитына шығып, 9 айда асықпай Америка құрлығына жетеді. Панама арнасынан өтіп, Тынық мұхитқа шығады. 1973 жылдың 4 наурызы еді. Құрлықтан 500 километр қашықтықта балықшылардан қашқан жаралы кит Марис пен Мэрилиннің қайығын тесіп өтеді. Батып бара жатқан қайықтан резеңке плотқа секіріп үлгерген ерлі-зайыпты тек ең керекті заттарды алып үлгерді. Жылдар бойы тер төгіп, таза еңбекпен жинап, сатып алған қымбат қайықтары Галапагос аралдарының маңында суға батады. Басында екеуі де бізді құтқарады, бұл жерде кемелер көп жүреді ғой деп, немқұрайлы резеңке плоттың үстінде отыра берді. Күндер өтіп, жиған азық-түліктері азайып бітеді. Бірнеше рет алыстан кемелер көрінгенімен, кішкентай резеңке плотты ешкім көрмейді. Тіпті кемелерге көрінейік деп киімдерін де жағып жіберді. Бірақ ешкім көмекке келмеді. Марис пен Мэрилин қолда бар заттардан қармақ жасап, балық аулай бастайды. Бірнеше рет тасбақаларды ұстап, барлығын шикілей жей бастайды. 45 күн өткен соң Марис күнге қатты күйіп, үсті басына жара шығып, қатты ауырып қалды. Бірнеше рет есінен танды. Ол аздай Марис пен Мэрилиннің киімдері мұхиттың тұзды суына әбден желініп, жартылай қалды. Екеуі де бір қабат киіммен қалады. Түнде дауыл соғып, плоттары бірнеше рет аударылып та қалды. 100 күн өткенде шалажансар Марис пен Мэрилиннің қасынан үлкен кашалот қалғып шығып, үлкен көздерімен екеуіне ұзақ қарап, су астына сүңгіп кетеді. Мэрилиннің естелігінде Суайдахара Левиафанның өзі бізге қарап тұрғандай әсерде болдық деп, сол сәтте Марис екеуміз іштей өлуге дайындалдық дейді. 117 күн өткенде әбден әлсіреген Марис пен Мэрилинді Кореяның балықшы кемесі байқап қалады. Екеуін құтқарып, Гавай аралдарына жеткізіп тастайды. Сөйтіп, Марис пен Мэрилин аман-есен Британияға да жетті. Британияда бастарынан кешкен хикаялары туралы 117 күн деген кітап жазып, ол кітап Европада бестселлер болып, кітаптан түскен қаражатқа Марис пен Мэрилин тағы да қайық сатып алды. 1975 жылы тағы да саяхатқа шықты. Алайда бұл жолы бәрі де сәтті әрі дұрыс өтті. Мэрилин 2002 жылы қайтыс болды. Ал жұбайы Марис болса, 2018 жылы қайтыс болар алдында Британия журналистіне «Менің өмірімдегі ең керемет кезең сол резеңке плоттың үстінде өтті» деп өз сөзін жеткізген екен.